Сәлеметсіз бе, Мырзағали Абдрахманович. Алдымен сұхбат беруге келісім берген үшін алғысымды айтамын. Рахмет, оқушылар. Мен осы оқушылардың, жас ұрпақтардың осындай сұхбат алып жатқанына өте қуаныштымын. Өз еңбек жолыңыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Енді өз өмірбаяным біздердің енді өткен ғасыр ғой. 1969 жылы мектепке бірінші сыныпқа түстік, содан 1979 жылы аяқтадық. 1979 жылдан бастап 1984 жылға дейін мемлекеттік университетте математика пәніне түсіп, университеттің факультетін. Соны 1984 жылы аяқтадық. Содан 1984-тен қазірге дейін 2025-ке дейін сол математика сабағынан дәріс беріп жатырмын. 2004 жылдан бастап осы Бадамша, Қарғалы ауданы Бадамша орта мектебінің 2-ші мектепте математикадан дәріс беріп келіп жатырмын. Өте керемет, неліктен дәл осы саланы таңдадыңыз? Енді оны бала оқушы кезімізде де жақсы көретін едік қой, математиканың. Сол біздер жаңа айттық қой, өткен ғасыр 1969 жылдан 79-ға дейін мектепте ол уақыттарда 10 жылдық. 8-ші класты бітіргеннен кейін 9-ші кластан бастап 2 жыл қатарына біздерді класстарға бөлді. Ол уақыттарда 3 класс болды. Шатаспасам. А, Ә, Б деген. Біздер сол А классында 27 оқушы оқып, жаңағы кілең углубление дейді ғой. Ол уақыттарда факультатив дегендер болды. Басқа сыныптарда аптасына 6 сағат болды, біздерде 8 сағаттан оқыды. Оның үстіне ауырып қалған мұғалімдер болса тағы күнде математиканы өтетін. Содан қызығушымыз оянды ғой. Енді мектепті бітірген 27 оқушының, сол 79 жылы мектепті бітірдік. Соның 21-і мен шатаспасам. Барлығы жоғары оқу орындарына, Алматыға, тағы басқа институтқа, қалған оқушылар ол уақыттарда техникум деді, қазір колледж. Соларға түсіп жақсы мамандықтарды алып шықты. Өте қуаныштымыз қазір. Сол математиканы таңдағанымызға. Жалпы математика десе, сол ұлы математик Гаусс айтып кеткен ғой. Математика бұл білімдерінің патшасы. Математиканы таңдаған оқушы жақсы жетістікке жетеді деп ойлаймын. Рахмет. Ұстаздық жолыңызда қандай қиындықтар мен жетістіктер болды? Енді қиыншылықтар болады ғой, оқушыны тәлім тәрбиеге беруге, оны осы білім дәрежесін көтеруге, математикаға деген, енді математика предмет мұғалім болғаннан кейін осы оқушының тәрбиелеп, оған білім сабақ беруге құштарлық осыны қиындықтар болады. Оқушы қиындық жер болмай, тұрмыста да қиыншылық болады, оқуда да. Бала төмен оқыса, оны оқушыны сон дәрежеге жеткізу керек, оқытып үйрету керек. Соның барлық қиыншылықтар болады. Қазіргі жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі жастарға шыдамдылық болу керек. Өзіне алға қарай ұмтылатын дәрежеде болу керек. Әсіресе мына жоғары сынып қой енді, 9-шы, 11-ші сыныптар. Әсіресе 11-ші сыныптар қазір міне ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Содан жақсы оқып, өзінің ойлаған армандарына, институтқа, университетке түсуіне көп тілектестік білдіремін. Ұзақ жылдар бойы ұстаз болып еңбек ету үшін қандай қасиеттер керек деп ойлайсыз? Жаңа айттық, енді қасиеттер шыдамдылық болу, логикалық тапсырмаларды ойлап, өзіне алдына мақсат қою керек. Қандай маман болып мектепті бітірген, қандай мамандықта алып шығамын деп математиканы таңдаған оқушы жақсы дәрежеге жетеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл жарыстану бағыты ғой. Сол математика, физика, химия деген сабақтар бар.
соларды біліп не қылса өзінің алдындағы болашағына жетеді деп ойлаймын. Көп рахмет, уақытыңызды бөліп мазмұнды сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Рахмет сіздерге де. Сізге зор денсаулық, амандық пен ұзақ ғұмыр тілеймін. Рахмет.